Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен талшын соңғы уақытта хит болып жатқан кафе-ресторандарды байытып жүрген қытырлақ баклажан салатын дайындайтын боламыз. Яғни хрустящий баклажан салаты өте керемет болып шығатын болады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бізге үлкен осылай 2 баклажан қажет болады. Жақсылап сыртынан тазалап алатын боламыз. Немесе қалауларыңызша сыртын ашымай жасай беруге де болады. Толықтай сыртын ашып аламыз. Одан соң осылай 2 бөлікке бөліп, қатты ұсақтамай орташа көлемде турап алатын боламыз. Және бөлек ыдысқа туралған баклажандарымыздың барлығын салып алатын боламыз. Және үстінен салқын су құйып аламыз. Және біраз қасық тұзымызды салып 20 минутқа қалдыратын боламыз. Осы уақыт аралығында бойындағы қышқыл шығып кетуі қажет. Және 20 минут өткен соң құрғақ майлыққа осылай суынан сорғытып осылай қойып шығатын боламыз барлығын. Сәл уақыт өткен соң бойынан су сырғыған баклажандарымызды бөлек ыдысқа салып, үстінен крахмал қосатын боламыз. Менде кукурузный крахмал немесе картофельный крахмал да қосып жасай беруге болады. Бұл біздің баклажандарымыздың қытырлақ дәмді болу үшін қосылатын болады. Жақсылап бойына сіңгенше араластыратын боламыз және дайын болған баклажандарымызды қызып тұрған майда барлығын толықтай қуырып алатын боламыз. Және баклажандардың артық майын алып тастау үшін астына құрғақ майлық төсейтін боламыз. Барлығын толықтай қуырып аламыз. Енді ары қарай қызанағымызды турауға кірісетін боламыз. Қызанақтарымызды турайтын боламыз. Менде осылай үлкен қызанақтарды қолдандым, немесе черри қызанағын қосып жасай берсеңіздер де болады. Осылай видеодағыдай орташа көлемде етіп турап аламыз. Қатты ұсақтаудың қажеті жоқ. Және ары қарай салатымызды жинақтауға кірісетін боламыз. Үлкенірек ыдысымызға қызанақтарымызды саламыз. Одан соң мен аскөк түрінен рукколаны қолдандым, немесе кинзаны кез келген аскөк түрін қолдана берсеңіздер болады. Сырты қытырлақ, іші жұмсақ баклажанымызды саламыз және үстінен қышқыл тәтті дәмді кисло-сладкий соусымызды қосатын боламыз. Негізі Арой фирмасының соусын қоссаңыздар өте керемет болатын болады. Жақсылап араластырып алатын боламыз. Бізде бұл ыстық салат болғандықтан тезірек жасағаннан кейін жеп қоюды қажет етеді. Өйткені баклажанымыз көп тұрып қалса жұмсарып кететін болады. Дайын болған салатымызды тарелкемізге саламыз. Менде 2 тарелка салат шықты және үстінен творожный сырымызды салатын боламыз. Қалауларыңызша салсаңыздар болады, немесе осы күйінде жіберсеңіздер де керемет үйлесетін болады. Осылай творожный сырымызды салатын боламыз. Үстінен мінекей біздің салатымыз дайын болды. Менің парақшамды жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Әлі де көптеген пайдалы, қызықты видеолар салатын боламын. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Рецепт пайдалы болды деген сенімдемін. Каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған талшын. Келесі видеода кездескенше астарыңыз дәмді болсын.